күнәһардікі дәл осылай болады. Қысқашаға тоқталайын. Оның рухы көтеріле бергенде періштелер оған қарғыс тілейді. Ей лағнеті, Құдайдың нығметін көрдің, іштің, жедің, құлшылығың жоқ. Періштелердің барлығы қарғыс лағнет айтады. Аспан есіктері ашылмайды оған. Жабық тұрады. Сіздің қарызыңыз бар, жейтін нан, су жоқ. Әркімнің есігін қағып жүрсеңіз, ешкім ашпаса қандай боласыз? Сонда есіктің барлығы жабық. Оның иісі сондай бір сасық иіс. Тозақтан отпен қоршап алады дейді. Оның кебіні оттан болады дейді. Сонда періштелер, бұл қандай жаман иіс, бұл қандай рух деп әлгінің иісінен жек көрінішті болып, періштелер иманды адамның рухына таласқандай бұның рухынан алыстап, қашады, ұстағысы келмейді. Сөйтеді да, оның иісі сондай сасық, ешқандай қабат ашылмайды. Ақыр аяғында бұл кім, бұл қандай рух сасып кеткен дегенде, бұл жер бетіндегі күнәһар рух. Құдайдың бергені ішеді, жейді, көреді, шүкір етпейді, намаз оқымайды, құлшылық қылмайды. Сондықтан да бұл сасып кеткен рух дейді. Сонда Алла Тағала оны төбеге көтерілгенде, оны жаман адамдардың қатарына қояды да, әлгі мүміннің рухын жай ғана кеп тәніне орнатқан болса, бұның рухын мен бір жерде естіген, бүркіт тасбақаны көтеріп алып, аспанға ұшып барып тастап жібереді екен. Тасбақа аунап кеп тасы жерге тарс еткенде, тасы шашылып кетіп, ішіндегі денесінің етін жейді екен. Ғалымдар келтіргендей, әлгі рухты аспанға көтеріп барып, жерге жай ғана тәніне кірдемейді, тастап жібереді екен. Тастап жібереді. Қараңыз. Бұл жай ғана рухтың көтерілуі, Ал қабірдің азабына келер болсақ, ол тіптен жаман. Хадисте айтады ғой, мүміннің рухы көзі көрген жерге дейін кең болып, оның іші тек қана шаттықта болады дейді. Ал енді ізгі амал жасамасам да қабір мен үшін жақсы деп өзінше жорамалдап жүрген адамдарға екінші хадисте, қабірге барғанда біздің амалдарымыз бізбен қауышады екен. Сонда қысқаша тоқталайын, әлгі пендеге дейді қабірде сондай бір мүмін адамның құлшылығы бар, намазы бар адамның қабірінде бір сондай кейіпте адам келеді. Оған сұрақтар қойылады, Раббың кім барлық сұрағына түгелдей жауап береді. Сонда Алла Тағала айтады, өте дұрыс айтты, оған жәннаттан төсеніш төсеңдер дейді. Сөйтіп хадисті жалғастырып, оған бір сондай кейіпте адам келеді. Сені сүйіншілеймін, сүйінші болсын саған дейді. Сенің жүзіне қарасам сондай жылы шырайлы адам екенсің, сен бір жақсы хабар әкелушісің ғой дейді қабірдің иесі. Сонда әлгі адам айтады, мен сенің бұл өмірде істеген ізгі амалдарыңмын дейді. Қараңыз. Оразасы басынан, садақасы оң жағы, сол жағы, бүкіл жағынан оны қоршап алған ізгі амалдары келіп, оны қошеметтейді екен. Сондықтан хадисте айтқандай, оның қабірі кең, тек қана шаттықта болады. Ал күнәһар пенденің ше, оныңкі керісінше болады. Сұрақтың барлығына жауап бере алмайды. Білмеймін, Мұхаммед келді ма, ол елші білмеймін, адамдар Мұхаммед деп айтып жүретін еді дейді. Өйткені ол өмірінде дінді оқымаған, құлшылық қылмаған. Сосын естиді оны, жаман кейіпте келген періште айтады, сенің азабыңмен сүйіншілеймін дегенде әлгі пенде айтады екен, сені өзіңді Аллаңды сүйіншіле, сенің жүзіңе қарасам қандай жаман адамсың, мені азаптаушысың ғой, сен дегенде әлгі адам айтады екен, жаман кейіпте келген адам, мен сенің өмірде істеген амалыңмын, сенің күнә ісіңмін дейді екен. Сонда әлгі пенде қатты өкініп, оның сөзі не болады? Ей Алла Тағала, қиямет қайым болмаса екен дейді. Қиямет қайым болса, онда оның жағдайы мүлдем мүшкіл болатындығын сол бір хадисте, қабірде тіптен жаны шыққанда адамның ертеңгі жәннаты я тозақы болатындығы белгілі екен. Міне сондықтан да Осман радиаллаху анхудың қызметкері келіп, ей Осман, сен неге тозақ жайлы аят айтқанда жыламайсың, алайда қабір жайлы хадистер аят айтқанда неге соншалықты жылайсың, сақалың су болғанша дегенде, әлгі Осман радиаллаху айтқан екен, бұл қабір ақыреттің бір жақсылығы, бұл қабір жәннаттың бір шұңқыры деді. Олай болса, шынында сіз бен біз ойлағандай ақыреттен бұрын қабірге келеді екенбіз. Қабіріміз жақсы болса, ақыретіміз жақсы деген сөз, қабіріміз жаман болса, ақыретіміз жаман деген сөз. Міне сондықтан да Абай атамыздың бір сөзінде айтады, адам ғапыл дейді, адам ғапыл, дүниенің барлығы менікі, сол дүниенің барлығы оныңкі дейді.
жан шығып, мал қалып таң қалғанда сонда ойла болады не сенікі. Дүниеге келесің, өлім жетсе өлесің, жан тәніңнен шыққанда мұны көзбен көресің. Мүнкір нәкір келгенде, сұрақ жауап бергенде, дінсіз өтсең өмірден қалай жауап бересің деді. Әбу Бәкір радиаллаху анху айтты: ізгі амалсыз, құлшылығын жасамай жүріп, қабірге барған адам, оның мысалын қарапайым біздің өмірімізден айтты. Ол үлкен теңізде кемесіз қалған адам деді. Омар радиаллаху анху айтты: дүниенің даңқы малмен, ал ақыреттің даңқы ізгі амалмен деді. Қазақта бір сөз бар: өмірдің құны жоқ тіршіліксіз, тіршіліктің құны жоқ құлшылықсыз деді. Олай болса, құрметті жамағат, қабірдегі ата-бабаларымыз, ата-аналарымыз деп Құран оқытамыз, садақа береміз. Бірақ сол жайылған дастарханның тағамы, еті керемет болды деп үй иесін мақтаймыз. Әрбір ішіп жеп жатқан тағамыңыз сіз үшін түскі ас болса, қабірдегілерге түскі ас, кешкі ас деген нәрсе жоқ. Бұлар қатты азапталып кетті. Кішкентай демалып алсыншы, бір вентилятор қосып қойын деген түсінік жоқ. Әлгінде хадисте айтқандай, оларға жәннаттың бір бау-бақшасы болады, яки тозақтың бір шұңқыры болады. Сондықтан да әрине қысқа ғана уақыт. Қабірде менің қабірім жарық болсын, жәннаттың бау-бақшасы болсын десек, қысқа ғана нұсқа сіздің ізгі амалыңыз болу керек. Болды. Басқа еш нәрсе жоқ. Ізгі амал сіз ойлағандай дүние жинап бала шаған бағу емес. Ол дүниенің өмірдегі қызықшылығы және сынағы. Ал ізгі амал деген сөз Құранда көрсетілгенде тура жол. Кім тура жолмен жүрсе, ақыреті жарық болады.